Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін біз сіздермен қазақ тілі сабағынан аңыз патшайым деген тақырыпты өтеміз. Сабағымыздың мақсаты тыңдалған мәтіннің негізгі мазмұнын түсіну және нақты ақпаратты анықтау. Тірек сөздер, жетекші сұрақтар арқылы негізгі тақырыпты анықтау. Сонымен қатар балалар, жаңа сөздерді қайталайық. Бүгінгі сабағымыздың жаңа сөздері: көпір, жаушы, шегіну, тұтқындау, шайқас. Осы сөздерді қайталап шығайық. Ал балалар, жаңа сөздермен таныс болсақ, ондай болса, келесі тапсырмамыз мына берілген өлең жолдарын оқып, жазып, жаттап алайық. Әлемге даңқы тараған, аузына жұрты қараған, Томирис сақтың патшасы, ержүрек әрі данажан. Көркіне ойы сай келген, ешкімді оған теңгермен, падишасы өрліктің тарихқа ғажап өң берген. Ал балалар, жалпы әлем тарихында ерлікпен даңқы шыққан қандай әйел патшаларды білесіздер? Бұл жерде тарих сабағын қоссақ болады. Ел ішінде атаңызға айналған қандай дана елдерді білесіздер? Өте жақсы. Қазақ халқының қандай ержүрек жауынгер қыздарын білесіздер? Балалар, бұл жерде Ұлы Отан соғысындағы қатысқан қазақ қыздарын атасаңыздар да болады. Батырлар, батыр қыздарымыз бар ғой. Ал балалар, ондай болса, бүгінгі сабағымыздың мәтінмен жұмыс жасайық. Сақ даласын жаулап алуға келген парсылардың әр қадамын біліп отырған Тұмар, олардың дариядан өту үшін көпір салғалы жатқанын естиді. Ол Кирге арнайы жаушы жіберіп: «Мадилардың патшасы, ниетіңнен қайт, өз патшалығыңа бар да билігіңді жүргізе бер. Бізді күндеме, бәрібір соғыспай қоймаймын десең, көпір салып, уақыт өткізіп әуре болма. Дарияның бер жақ бетіне шығып соғысамын десең, біз 3 күншілік жерге шегініп, жол ашайық. Дарияның ар жағында соғысамын десең, 3 күншілік жерге шегін. Қалауыңа қарай өзің шеш» дейді. Кир патша Тұмарды соғысуға шақырады. Массагеттер уәделерінде тұрып, 3 күншілік жерге шегінеді. Олар кеткеннен кейін Кир бүкіл әскерін дарияның арғы бетіне өткізеді. Массагеттердің шабуылдаушы тобын алдап қолға түсіріп түгел өлтіреді. Осы шабуылшы топтың басшысы Тұмардың ұлы Спаргапты тұтқындайды. Сүйікті ұлы мен жауынгерлері туралы хабар алған Тұмар Кирге жаушы жіберіп, оған өзінің соңғы сөзін жеткізеді. «Қанқұмар Кир, сен менің ұлымды ашық айқаста қару құдіретімен жеңген жоқсың. Шарап ішкізіп, алдап, тұтқын еттің. Енді менің ақылымды тыңда. Ұлымды өзіме қайтарып бер де, есен сауыңда жөніңді тап. Өйтпесең, Тәңір атымен ант етейін, адам қанын сусынның қанғанынша ішкіземін». Кир өзінің шайқасатынын айтып, Тұмардың жаушысын кері қайтарады. Осы кезде тұтқынға түскен Тұмардың ұлы намысқа шыдай алмай өзін өзі өлтіреді. Бұл хабар Тұмарға жетеді. Келесі күні екі жақтың арасында бұрын соңды көз көріп, құлақ естімеген сұрапыл қырғын соғыс басталады. Ақырында массагеттер парсылардың әскерін түгел дерлік жояды. Кирдің өзі де жауынгерлерімен бірге айқас алаңында қаза табады. Аңыз бойынша шайқас аяқталған соң, Тұмар сарбаздарына Кир патшаның денесін таптырып алып, басын кестіріп, қан толтырылған меске салады да: «Қанға құмар едің, сусының қанғанша іш» деп, месті парсы еліне беріп жібереді. Ал балалар, өздеріңіз мына суретте көріп отырғандай, Томирис патшайымның Кир патшаның басын қанға салып, сусының қанғанша іш деп жатқан суретін салған.
Бұл сурет 1672 жылы салынған сурет. Ал жақсы балалар, бізге мәтін түсінікті болса, онда сіздермен мына берілген оқып шыққан тыңдалым мәтіннің әр бөлігіндегі оқиғаны баяндайық. Яғни бұл жерде сіздер мәтіннің мазмұнына сай ат қояйық. Қанекей? Мәтіндегі қою қаріппен жазылған сөздердің аудармасын сөздіктен қарап, дәптерімізге жазайық. Балалар, қанекей? Дәптерімізді алайық, дәптерімізге жазуды бастаймыз. Көпір аудармасы өте жақсы. Жаушы, күндеме, шегініп, тұтқындайды, көз көріп құлақ естімеген, айқас алаңында сарбаздарына. Ал балалар, осы сөздердің аудармасын сөздіктен бірлесе қарап, дәптерімізге жазайық.